Күн шәрфеңіз қарлы олсын, бүгін июлінің 26-сы ве қырым işğalının 880 күні. Эфирде заман. Ростов-Арби махкемесі Қырымда яқылаған Джаминен бағылы иш üzerinde çalışып башлайжақ. Шимали Кавказ бөлгесінің Арби махкемесі июль айының 26-сында Украин Азов батальонына аскері деп танылған Максим Филатовка низбеттен açылған жинай ишны бақыт башлайжақ. Бұл ақта махкеме матбуат қызметі хабер бермекті. Кечірілген тағиқат нәтижесіне көре Максим Филатов 2014 сенесі апрель айында милитлер арасы мұнасибетлеріні кергенлештірмек мақсадынен Ахмежеттікі Чуқура жемесіні яқылмасында, ондан сон айны ел август айында Джумхуриет прокуратурасының бинасы өгінде террористик ейлем япма тешібісінде қабатлана. Қырымын рус прокуроры олған Наталья Поклонская Филатовнен бағлы қабатлав весіғаларыны 2016 сенесі июнь айында Ростов махкемесінде еллағандар. Азов ватандашлық корпусы Максим Филатов батальон аскері олғанны аляда таздықланмады. Қырымда сүргінлікнен бағылы матем күнінің ясақланмасынен бағылы апелляция шекетінің бақылауы сентябрь айына кечірілді. Бұл ақта өзінің Facebook сәфесінде Қырым татарларының Құрылтай меркези сайлав комиссиясының елбашчысы Заур Смедля хабер етті. Қады Терентьеваның хасталығы себебінден Сания Аметова тарафындан берілген апелляция шекеті 5 сентябрь күні саат 9:30-қа кечірілежек. 18 майыс күні Красноперекопскта махкеме қарары себебін Қырым татарлары матем митингні ләғу етмеге мечбур қалып, ялныз кечек қоймақнен сынырлағанлары ақында хатырлатмаға истередік. Махкеме қарары 17 майыста қабул етілген есе апелляция шекеті 20 майысқа яқын күнлері берілгендір. Қырымда арби техника сыққалыларда ел қазаларға кетіре. Ахмежет кефе елында арби техника колоннасы нақлият әрекетіні блок етіп, ел қазасының себепчісі олды. Кефенің Кафа газетасы білдіргеніне көре, араба ве микроавтобус чатышмасының себебі елінің бір қысмы арби колонны еле қапалы олғандыр. Яраланғанлар ақында білдірілмей, араба невбеті есе ДПС ве ГИБДД қадимлері арби колонны кешкен вақтында кефе юнелішті еліні қапатқаны үшін тізілді. Қырым полиция хадимлерінден учкышы қабар алмақта қабатлана. Қырым хабер аджансы хабер еткеніне көре Қырым тақиқат комитеті УГИБДД хадимнің бағлы жинай ишнын тақиқаты екінлегендір. Тақиқаттан келген малюматқа көре қабатланған хадимлер теоретик имтиан берген айдавжыларыны имтианға таби тұтмайып весіғаларға білі-білі янлыш малюмат көрсетіп оларының ақсын жанақлият васталарына қоланма весиқасы алмаларына себепчі олғанлар. Умумен бойле бір фаалетнен бағлы 20-ге яқын эпизод тазбит етілген. Жинай иш яқын бір вақытта махкемеге елына жақтыр. Ахяр фаалжилері Сергей Миняйлының иштен бошатылмасына бағышланған пикет кечерелер. Крым реали нешірі білдіргеніне көре, ерлі сакинлер умум халық губернатор сайлавлары кечерілгеніні талап еті. Ахяр шерінің ерінде гөнілілер чадырларыны ерлешіп, сакинлеріне басылған бияннамелер дағыталар. Газета ве бияннамелерде фаалжилер Миняйлының губернатор ерінде иғылғанны аксетелер. Бұндан да ғайры Русия президенті Владимир Путинге елынылған мұраджатны имзаламақны теклиф етелер. Сбор идет очень большими темпами, то есть мы собираем вплоть до того, что по несколько тысяч подписей в день. На остановке площади Лазарева прибыл наряд полиции по вызову неизвестного. Проверили наши документы, взяли объяснения, сказали, что претензий к нам никаких не имеют, и уже собирались покинуть точку, когда появился некий представитель правительства Рябых. И, собственно, он принес какую-то ксерокопию какого-то неизвестного отказа, то есть отксерокопированная бумажка, подписанная 21 числом. На основании нее требовал, чтобы мы покинули место проведения пикета.
Украина devlet sınır hizmetinin uçağı Ukrainaga ait olgan gaz yataqlarında Rusiya kullerini kaydetti. Ukraina'nın deniz iktisadi zonasında yani Odessa ve Golitsyn gaz yataqlarında platformalar Rusiya Federasyasının bayrağı altında çalışalar. Bu şunu tasdiqlay ki gaz kanunsuz şekilde çıkarıla. Moskva Patriarхының Pravoslav келесі tarafından teşkil etilgen Pravoslav seferi paytaqqa yakınlaştı. Kolonna Kiyev'ge Svetogorsk Lavradan yol aldı. Kolonna Borispol yanında toxtattı. Bu vakitte Kiyev'ge Почаевск Lavradan Ternopol'den yol algan ikinci kolonna Dmitrovka koyu etrafında toxtattı. Şimdi o da Kiyev yanına bulundu. Bu kolonna paytaxtının Feodosiya, Черниговск, İbadethanege Житомир yolundan gelmek gerek. Borispol'da ise Moskva Patriarxatının Pravoslav келесі tarafından teşkil etilgen Pravoslav seferini bir kaç faaliyetçi olarının arasında atı askerleri karşıladı. Seferge karşı çıkarılgan kolonnaga yumurta ve sarımsak atmağa tırıştılar. Çarpışmalar olmadı. Uğuk koruyucular kolonna iştirakçılarını Kiyev'gece ozgaracaklar. Житомирская metrosunda ise kolonnanı uğuk koruyucular ile bir kaç avtobus bekley. Я иду за мэром. Я иду до князя Владимира. У меня просто сын погиб. Забрали насильно на окопи, і він більше туди не вернувся. Всі ці люди для нас це вороги, тому що вони не визнають українських воїнів. І замість того, щоб іти з миром до Путіна, вони з миром йдуть з провокацією до нас у Київ. Хто знає, що вони йдуть, з якими наміреннями. Просто з ними поговорити, що вийшли назад, і хай йдуть на Донецьк, там їм вони потрібні із тієї іконою. Якщо вони хочуть перемир'я, хай їдуть в Донбас і там шукають перемир'я, там війна йде. У нас тут на Україні війни немає. Не треба сюди йти, не треба людей бутаражити. Tüdevin Billi Kırım Tatar tarihçi Halil İnalcık vefat etti. O birçok üniversitelerinin muallimiydi. Onların arasında Chicago, Londra, Bilkent ve Ankara üniversiteleri var. O dünyanın belli Türk alimler cedveline kırdı. Osmanlı İmperiya 1300-1600 yıllarının klasik devri kitabının muallifidir. O İstanbul'da 26 Mayıs 1916 senesinde doğdu. Belli tarihçi Ankara şehrinde vefat etti. ATR telekanalının redaksiyası merhumun soy soplarına tereyan taziyelerini bildirdi. Bu ise sonki haberimiz edi. ATR ile olunuz. Görüşmek üzere.